Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз арифметикалық прогрессия, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Сабақтың оқу мақсаты тізбектің n-ші мүшесін табу, сандар тізбегінің арасынан арифметикалық прогрессияны ажырату. Арифметикалық прогрессия дегеніміз екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі алдыңғы мүшесіне қандай да бір тұрақты санды қосқанда шығатын сандар тізбегін айтамыз. Прогрессия сөзі бұл ұмтылу, алға жылжу деген мағынаны білдіреді екен. Енді арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін А1 деп белгілейміз. Және де екінші мүшесін А2, А3, А4, А5 деп белгілейді екенбіз. Және де кез келген мүшесін, бізге қажетті кез келген мүшесін n-ші мүшесі деп белгілейміз. Және де қосылып отырған қандай да бір тұрақты санымызды d деп белгілейміз. Және де айырымы деп айтамыз. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. n тең болады A1 қосылған n-1 көбейтілген d. Және де тағы бір формуласы n тең болады AK қосылған n-k көбейтілген d. Негізгі қасиеті n тең болады n-1 қосылған n+1 бөлінген 2. Сандар тізбегі берілсе, сол сандар тізбегінің арифметикалық прогрессия екендігін дәлелдеу үшін біз осы негізгі қасиетін қолданамыз. Мына мысалды қарастырайық. -8, -2, 4, 10, 16 деген сандар тізбегі берілген. Бұл жерден біз айырымын тауып көрейік. Бірінші айырымын таппас бұрын біз А1 мүшесі. Яғни А1 мүшесі бізде -8-ге тең болып тұр. Және де А2 мүшесін тауып аламыз. Ол бізде -2-ге тең болып тұр. Ал айырымын табу үшін, яғни d-ны табу үшін бізде А2-ден А1-ді азайтамыз. Сонда d тең болады А2 азайтылған А1. Яғни -2-ден -8-ді азайтқан кезде бізде 6 шығады екен. Үй жұмысына Google форма сайтына кіріп, аты жөнімізді жазып, бейнебаянды соңына дейін көреміз. Және де берілген сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақта мына тізбектің қайсысы арифметикалық прогрессия болады? Бұған 2 балл берілген бұл сұраққа, яғни дұрыс жауабын белгілеуіміз керек. Екінші сұрақта А1 мүшесі берілген, А7 мүшесі берілген, айырымын табуымыз керек. Бұл сұраққа бізде 3 балл берілген. Және де үшінші сұрағымыз бізде 10 мүшесі берілген, 21 мүшесі берілген. Біз бұл есептен бірінші мүшесімен айырымын табуымыз керек екен. Бұл есепке 3 балл берілген. Және де сабақ ұнады ма, және өздеріңнің бағаларыңды беріп кетесіңдер. Және де отправить батырмасын басамыз.